Қазір Айгүл ханым сіздерге шындықты айтып беретін болады. Мен 8 жыл бойы көтермей осы ауылдық жерде тұратын болғандықтан ол трубаны емдеу керек жайлы маған ешкім ештеңе айтқан жоқ. Біріншіден мен өзім ізденіп, мүмкін менде осы труба жолынан болып тұрған шығар деп солай барып тексерсем, менде екі жағы да прям түбінен бітеулі деді ғой. Сонымен уайымдап осы Нұрзат ханымды естідім. 2-3 адамнан емделген, прямо содан осы кісіге келіп көтерген әйелдерге барып, содан ештеңеге қараған жоқпын. Бір күнде ойландым да осы Алматыға келіп ем алдым. Осы кісіге емделгеннен кейін 3 ай, 2 ай арасында көтердім. Трубам ашылған, сонымен көтеріп босандым. Қыздар, айтайын дегенім, труба жолдарыңыз бітеу болатын болса, ешқашан өкінбеңіздер. Көтере алмайтын болдым деп үміттеріңізді үзбеңіздер. Екіға да асықпаңыздар. Ең жақсысы табиғи жолмен емделіп, табиғи жолмен көтеруге өздеріңізге орай беріңіздер. Сіздерде мүмкіндік әлі бар.